Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер. Бүгін біз өте маңызды тақырып туралы сөйлесеміз. Тақырып сусындар. Дәл сусындар. Сіз ойлауыңыз мүмкін. Сусын дегенің не? Ішесінде қоясың бой деп. Бірақ мен сізге бүгін дәлелдеп беремін. Сіз не ішесіз, ол сіздің денсаулығыңызды не жақсартады, не бұзады. Әсіресе 60 жасқа толғаннан кейін, өйткені 60-тан кейін біздің ағзада мүлдем басқаша жұмыс істейді. Жасымызда не ішсек те аман есен жүре бердік. Ал енді ағзамыз бізден күтім сұрайды. Мұқият, сабырлы күтім. Бүгін мен сізге 5 сусын туралы айтамын. 60-тан кейін осы 5 сусынды ішсеңіз, денсаулығыңыз жақсарады, қуатыңыз артады, ұйқыңыз реттеледі, буындарыңыз азырақ ауырады. Және соңында 3 сусын туралы да айтамын. Оларды 60-тан кейін мүлдем ішпеу керек. Не себепті екенін де түсіндіремін, дәрігер ретінде ашық айтамын. Дайын болдыңыз ба? Онда бастайық. Бірақ бастамас бұрын маған бір сұрақ қояйын. Сіз күніне қанша стакан су ішесіз? Осы сұрақты есіңізде ұстаңыз. Біз бүгін осыған да тоқталамыз. Алдымен, неліктен 60-тан кейін сусынға ерекше мән беру керек екенін түсінейік. Адам баласының ағзасы жасы ұлғайған сайын өзгереді. Бұл табиғи процесс. 30 жасыңызда сіздің ағзаңыздың 70% судан тұрған. 60 жасқа келгенде бұл көрсеткіш 60%-ға дейін түседі. 70 жасқа келгенде одан да төмен. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз ағзаңыз сусызданып барады. Жасы ұлғайған сайын біздің шөл сезімі де бәсеңдейді. Жас кезімізде шөлдесек бірден сеземіз. Ал 60-тан кейін ағзаңыз сусап тұрса да, сіз мүлдем сезбеуіңіз мүмкін. Дәл осы себептен көп адамдар жеткіліксіз су ішеді. Өйткені шөлдемейді деп ойлайды. Ал шындығында ағза сусап тұрады. Ал сусызданудың салдары қандай? Бастың ауруы, шаршау, есте сақтаудың нашарлауы, буындардың ауруы, іштің қатуы, бүйрек тастарының пайда болуы. Мінеки, бәрі сусызданудан басталуы мүмкін. Сондықтан 60-тан кейін сусынға ерекше мән беру бұл артықшылық емес, бұл міндет. Енді тағы бір нәрсені айтайын. 60-тан кейін асқазанымыздың қышқылдығы да өзгереді. Ас қорыту бәсеңдейді. Бауыр мен бүйрек жасында сияқты тез жұмыс істемейді. Сондықтан кейбір сусындар жастарға зиянсыз болса да, бізге зиян келтіруі мүмкін. Кейбір сусындар ішкі ағзаларды шаршатады. Қандағы қантты көтереді, жүректі мазалайды. Осының бәрін ескере отырып, бүгінгі тізімімді жасадым. Бірінші сусын – көк шай. Көрермендер, көк шай туралы айтқанда мен жай ғана пайдалы деп қоймаймын. Мен сізге нақты айтамын. Неліктен пайдалы? Ағзада не болады және қалай ішу керек? Көк шай. Бұл ең аз өңделген шай түрі. Қара шай мен жасыл шай бір өсімдіктен жасалады. Камелия синенсис деп аталатын шай бұтасынан. Бірақ қара шай толық ашытылады, жасыл шай аз ашытылады. Ал көк шай ортасында, жартылай ашытылады. Дәл осы себептен оның құрамында екі дүниенің де жақсы қасиеттері бар. Көк шайдың бірінші пайдасы антиоксиданттарға бай. Антиоксиданттар дегеніміз не? Бұл ағзадағы еркін радикалдармен күресетін заттар. Еркін радикалдар деген жасушаларымызды бұзатын зиянды молекулалар. Олар қартаюды тездетеді, созылмалы аурулардың қаупін арттырады. Антиоксиданттар осы зиянды молекулаларды бейтараптандырады. 60-тан кейін антиоксиданттарға бай тағам мен сусын ішу ағзаны жасартады десем де артық емес. Көк шайдың екінші пайдасы жүрекке жақсы. Зерттеулер көрсеткен, күніне 2-3 кесе көк шай ішетін адамдарда жүрек қан тамыр аурулары азырақ кездеседі. Неліктен? Өйткені көк шай жаман холестеролды LDL деп аталатын азайтады. Қан тамырларын тазалауға көмектеседі. Қан қысымын тұрақтандырады. Үшінші пайда миға жақсы. Көк шайда L-тианин деген амин қышқылы бар. Бұл зат мидың альфа толқындарын белсендіреді. Бұл демалған, бірақ сергек күй. Кофеиннің асқынуынсыз тыныш сергектік береді. Альцгеймер ауруының алдын алуға көмектеседі деген зерттеулер де бар. Төртінші пайда қандағы қантты реттейді. Екінші типті қант диабеті бар адамдарға, немесе преддиабеті бар адамдарға көк шай өте пайдалы. Ол инсулин сезімталдығын арттырады, яғни қант қанға сіңгенде ағза оны дұрыс пайдалана алады. Бесінші пайда салмақты реттейді. 60-тан кейін метаболизм, зат алмасу баяулайды. Салмақ жинала бастайды. Көк шай зат алмасуды жеңіл ғана жылдамдатады. Бұл сиқырлы дем бермейді, бірақ тамақтанумен бірге жүрсе, нәтижесін сезесіз. Енді өте маңызды мәселе. Көк шайды қалай ішу керек? Бірінші, температурасы. Өте ыстық ішпеңіз. 60-тан кейін асқазан шырышты қабығы нәзік болады. Өте ыстық сусын оны тітіркендіреді. Жылы ішіңіз. 60-70 градус жеткілікті. Екінші, уақыты. Таңертең аш қарында ішпеңіз. Тамақтан 30 минут кейін, немесе тамақтың арасында ішіңіз. Ұйықтар алдында ішпеңіз.
кофеині бар, ұйқымызды бұзуы мүмкін. Үшінші, мөлшері. Күніне 2-3 кесе жеткілікті. Артық ішсеңіз, кемірдің сіңуіне кедергі болады. Бұл маңызды ескерту, сондықтан өлшеммен ішіңіз. Төртінші, қосымша заттар. Сүт қоспаңыз. Сүттің ақуызы антиоксиданттарды бейтараптандырады. Қант та қоспаңыз. Лимон қоссаңыз, пайдасы артады. Достарым, бір кесе жылы көк шай. Бұл жай ғана сусын емес. Бұл күнделікті шағын дәрі. Дәмді, хош иісті, пайдалы дәрі. Екінші сусын, шөп шайлары. Шөп шайлары деп айтқанда бір ғана шөп емес, бүтін бір әлем бар. Мен бүгін 60-тан кейін ең пайдалы 3 шөп шайы туралы айтамын. Жалбыз шайы, түймедақ шайы және итмұрын шайы. Жалбыз шайынан бастайық. Жалбыз бұл біздің бабаларымыз бен әжелеріміз ертеден пайдаланған өсімдік. Қазақ үйлерінде жалбыз шайы болмаған кезде елестету қиын. Және олар дұрыс жасаған. Өйткені жалбыздың пайдасы ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Жалбыз шайының бірінші пайдасы асқазанға жақсы. 60-тан кейін ас қорыту проблемалары жиілейді. Іштің кебуі, газдар, жүректің айнуы. Жалбыздың ментолы асқазан бұлшықеттерін босаңсытады. Өт өндірілуін жақсартады. Майлы тағам жеген соң жалбыз шай ішсеңіз, асқазаныңыз жеңілдейді. Екінші пайда. Тыныс алуды жеңілдетеді. Жалбыздың ментолы бронхтарды кеңейтеді. Жөтел, тұмау кезінде жалбыз шайы ең жақсы табиғи дәрілердің бірі. Үшінші пайда. Стрессті азайтады. Жалбыздың хош иісі жүйке жүйесін тынышталдырады. Ұйықтар алдында бір кесе жалбыз шайы тыныш ұйқыға жол ашады. Енді түймедақ шайы туралы. Түймедақ бұл табиғаттың ең жұмсақ дәрісі. Ол 60-тан кейін ерекше бағалы, өйткені жанама әсері жоқ десе де болады. Түймедақтың бірінші пайдасы ұйқыны жақсартады. Апигенин деген зат бар түймедақта. Ол мидағы ұйқыға жауапты рецепторлармен байланысады. Табиғи тыныштандырғыш. Ұйықтар алдында бір кесе бұл ең жақсы ұйқы алдындағы ритуал. Екінші пайда. Қабынуды азайтады. Буын ауруы, артрит, 60-тан кейін жиі кездесетін мәселе. Түймедақтың антиқабынулық қасиеті буын ауруын жеңілдетуге көмектеседі. Бұл дәрінің орнын толығымен басады деп айтпаймын, бірақ қосымша қолдау береді. Нақты. Үшінші пайда. Қандағы қантты реттейді. Зерттеулер түймедақ шайын тұрақты ішкен адамдарда қандағы қант деңгейі төмендеген деп көрсетеді. Екінші типте қант диабеті бар адамдарға ерекше ұсынамын. Төртінші пайда. Жүйке жүйесіне жақсы. Мазасыздық, депрессия 60-тан кейінде кездесетін мәселе. Түймедақ жүйке жүйесін тыныштандырады. Кейде жеңіл антидепрессант ретінде жұмыс істейді. Енді итмұрын шайы туралы. Итмұрын бұл С витаминінің патшасы. Бір кесе итмұрын шайында апельсиннен 10 есе көп С витамині болады. 10 есе. Бұл сандарды тыңдап отырмыз. С витамині иммунитеттің негізі. 60-тан кейін иммунитет әлсірейді. Бұл факт. Итмұрын шайы иммунитетті нығайтудың ең табиғи жолы. Итмұрынның екінші пайдасы буынға жақсы. С витамині коллаген өндірілуіне қажет. Коллаген буын шеміршектерінің негізгі материалы. Буын ауруы бар адамдарға итмұрын шайы міндетті. Үшінші пайда темір шөп ретінде жұмыс істейді. Қандағы темір деңгейін арттырады. 60-тан кейін анемия, қансыздық жиі кездеседі. Итмұрын шайы осыған табиғи жауап. Итмұрын шайын қалай дайындау керек? Кептірілген итмұрынды суық суға салыңыз. Қайнатпаңыз. Өйткені қайнатсаңыз С витамині жойылады. Суық суға салып 2-3 сағат ұстаңыз, немесе жылы суға 1 сағат. Сонда барлық пайдалы заттар суға өтеді. Шөп шайларын ішкенде бір ескерту. Егер дәрі ішіп жатсаңыз, дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Кейбір шөптер дәрілермен өзара әрекеттесуі мүмкін. Үшінші сусын лимонды су. Достарым, лимонды су бұл соңғы жылдарда өте танымал болды. Бірақ кейде адамдар оны дұрыс ішпейді. Мен сізге нақты айтамын. Не үшін пайдалы, қалай дайындау керек, және кімге сақтықпен ішу керек. Лимонды судың бірінші және ең маңызды пайдасы таңертеңгі ағзаны оятуы. Түнде ұйықтаған кезде ағза 8-9 сағат бойы сусыз болады. Таңертең тұрысымен лимонды жылы су ішу ағзаны оятады. Ас қорыту жүйесін іске қосады. Бауырды тазалауға сигнал береді. Екінші пайда асқазанды реттейді. Мұны естігенде таң қалуымыз мүмкін. Лимон қышқыл ғой, ол асқазанды тітіркендіреді деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ керісінше, лимон сілтілік реакция береді. Асқазан қышқылдылығын тепе-теңдестіреді. Үшінші пайда бауырды тазалайды. Лимонның лимон қышқылы бауырды өт өндіруге ынталандырады. Өт майларды қорытуға қажет. Бауыр жақсы жұмыс істесе, бүкіл ағза жақсы жұмыс істейді. Төртінші пайда керіні жастартады. С витамині коллаген өндіруге қатысады. Коллаген
Терінің серпімділігі мен жасару үшін қажет. Күн сайын лимонды су ішкен адамдардың терісі тегіс болады деген зерттеулер бар. 5-ші пайда. Арықтатуға көмектеседі. Лимонды су метаболизмді жеңіл ғана жылдамдатады. Тамақтан 30 минут бұрын ішсеңіз, тойымдылық сезімі пайда болады. Аз жейсіз. 6-ші пайда. Буынды қолдайды. Лимон несеп қышқылын ертуге көмектеседі. Несеп қышқылы буынға шөгіп, подагра деген ауруға апарады. Лимонды су мұны алдын алады. Енді лимонды суды қалай дайындау керек? Жылы су алыңыз. Ыстық емес, жылы. Бір кесе суға жарты лимонның шырынын қосыңыз. Бірден ішіңіз. Таңертең тұрысымен аш қарынға ең жақсы нәтиже береді. Тіс мәселесі туралы ескерту. Лимон қышқылы тістің эмалін жұмсартады. Сондықтан лимонды су іштіктен кейін бірден тіс тазаламаңыз. Күте тұрыңыз. Кем дегенде 30 минут. Немесе сабан арқылы ішіңіз. Сонда тіспен байланысы азаяды. Кімге сақтықпен ішу керек? Асқазан жарасы бар адамдарға, өте жоғары қышқылдығы бар адамдарға лимонды суды аз мөлшерден бастаңыз. Немесе мүлдем алдымен дәрігермен ақылдасыңыз. 4-ші сусын. Кокос суы. Достарым, кокос суы. Бұл соңғы 10 жылда бүкіл дүниеде танымал болды. Азиялықтар, полинезиялықтар оны мыңдаған жылдар бойы ішіп келе жатыр. Ал енді ғылым неге солай екенін дәлелдеп жатыр. Кокос суы дегенде кокос майымен шатастырмаңыз. Бұл екеуі мүлдем басқа өнімдер. Кокос суы. Жасыл кокостың ішіндегі мөлдір сұйықтық. Сол кокосты тілгенде шығатын су. Бұл табиғи, өңделмеген сусын. Кокос суының ең маңызды пайдасы электролиттерге бай болуы. Электролиттер дегеніміз не? Бұл натрий, калий, магний, кальций, фосфор сияқты минералдар. Олар ағзадағы сұйықтық тепе-теңдігін сақтайды. Жүйке импульстарын өткізеді. Бұлшықеттердің жиырылуына қатысады. 60-тан кейін электролиттер тепе-теңдігі бұзылуы жиілейді. Ыстық күні терлегенде, ауырған кезде, іш кеткенде ағза электролиттерін жоғалтады. Кокос суы спорттық сусындардан да жақсырақ электролиттерді қайтарады. Себебі табиғи, қанттен бояу жоқ. Кокос суының 2-ші пайдасы. Қан қысымын реттейді. Калий, қан қысымын төмендетуге көмектесетін минерал. Кокос суында калий өте мол. Зерттеулер тұрақты кокос суы ішкен адамдарда жоғары қан қысымы азайған деп көрсетеді. 3-ші пайда. Жүрекке жақсы. Кокос суы жаман холестеролды азайтады. Жақсы холестеролды арттырады. Триглицеридтерді, қандағы зиянды майларды төмендетеді. 4-ші пайда. Бүйрек тастарының алдын алады. Кокос суы несеп арқылы кальций мен оксалатты, бүйрек тасы жасайтын заттарды шығаруға көмектеседі. Бүйрек тасы проблемасы болған адамдарға ерекше пайдалы. 5-ші пайда. Асқазан жолдарын тазалайды. Кокос суы табиғи антибактериялық қасиетке ие. Асқазандағы зиянды бактерияларды тежейді. Іш өту кезінде кокос суы ең жақсы регидратациялық сусын, яғни жоғалған сұйықтықты қайтарады. 6-ші пайда. Терінің ылғалдылығын сақтайды. 60-тан кейін тері құрғақтанады, бұжыр болады. Кокос суын ішкен адамдардың терісі ылғалды, жұмсақ болады деп айтылады. Кокос суын қалай ішу керек? Таза, қосымшасыз кокос суын алыңыз. Мүмкін болса тікелей кокостан. Сатылатын пакеттелген кокос суын алсаңыз, құрамын тексеріңіз. Қант қосылмаған болуы керек. Кейбір өндірушілер қант, бояу, хош иіс қосады. Мұндай кокос суының пайдасы азаяды. Күніне 1-2 стакан жеткілікті. Калориясы бар екенін ұмытпаңыз. 100 граммда шамамен 20 калория. Диабеті бар адамдар мөлшерде қадағалау керек. Кокос суы бізде жиі кездеспеуі мүмкін, бірақ ірі дүкендерде, маркеттерде табуға болады. Іздеңіз, тапқаныңызды өкінбейсіз. 5-ші сусын. Жеміс-жидек смузи. Достарым, смузи деген сөзді естігенде кейбіреулер бұл жас адамдарға арналған нәрсе деп ойлайды. Бірақ мен сізге айтайын, дұрыс жасалған смузи 60-тан кейін ең пайдалы сусындардың бірі. Неге? Өйткені ағзаға қажетті дәрумендер, минералдар, талшықтарды бір уақытта сіңімді түрде береді. Смузи мен шырынның айырмашылығы туралы алдымен айтайын. Шырын жемістен тек сұйықтықты алады, талшықты тастайды. Смузи барлығын сақтайды. Талшық ас қорыту жүйесі үшін, ішек үшін өте маңызды. 60-тан кейін ішек проблемалар жиілейді. Іштің қатуы, дисбиоз. Смузи ішектің достарын тамақтандырады, пайдалы микрофлораны сақтайды. Енді 60-тан кейін ішуге арналған 3 жақсы смузи рецептін айтайын. 1-ші смузи жасыл күш. Сізге не керек? 1 сабан банан, 1 уыс шпинат, жарты алма, 1 кесе кефир немесе табиғи йогурт, жарты шай қасық зімбір. Бәрін блендерге салыңыз. 1-2 минут ұрыңыз. Мінеки, дайын. Бұл смузидің пайдасы. Банан калий мен магний береді, жүрек пен бұлшықет үшін.
Шпинат темір мен фолий қышқылын береді, қан үшін. Алма С витаминін береді, иммунитет үшін. Кефир пробиотик береді, ішек үшін. Зімбір қабынуды азайтады, зат алмасуды жақсартады. Екінші смузи жидек дауылпазы. Сізге не керек? Жарты стакан қара өрік немесе шие. Жарты стакан таңғурай немесе қарақат. 1 стакан кефир немесе сүт. 1 шай қасық бал. Бәрін блендерге. Бұл смузидің пайдасы. Қара өрік ең мықты антиоксиданттардың бірі. Антиқартаю қасиеті бар. Таңғурай С витамині мен марганец. Буын үшін пайдалы. Қарақат С витаминіне өте бай. Бал табиғи антибактериалды зат. Үшінші смузи алтын таң. Сізге не керек? 1 сарғыш банан, 1 шай қасық куркума, жарты шай қасық дарчын, 1 стакан сүт немесе өсімдік сүті, 1 шай қасық бал. Бәрін блендерге. Бұл смузидің пайдасы. Куркума ең мықты табиғи антиқабынулық зат. Буын ауруы, артрит. Мұнда куркума ерекше жақсы. Дарчын қандағы қантты реттейді. Банан тезірек тойымдылық береді. Смузи ішкенде бірнеше ережені сақтаңыз. Бірінші ереже тым тәтті жасамаңыз. Жемістер өздерінде қант бар. Қосымша қант немесе шырын қоспаңыз. Екінші ереже суық ішпеңіз. 60-тан кейін асқазан суыққа нашар реакция береді. Бөлме температурасындағы немесе жылы ингредиенттерден жасаңыз. Үшінші ереже жай ішіңіз. Смузины тез ішпеңіз. Жай шайнаған сияқты ішіңіз. Сілекей ас қорытуды бастайды. Тіпті сұйық тағам ішінде маңызды. Төртінші ереже таңертең немесе түс кезінде ішіңіз. Кешкісін тым тәтті смузи ішпеңіз. Қандағы қантты жоғарылатуы мүмкін. Достарым, смузи жасау 5 минут. Блендер болса бәрі оңай, ал пайдасы орасан зор. Енді ең маңызды бөлімге келдік. 60-тан кейін мүлдем ішпеу керек 3 сусын. Мен бұл туралы айтқанда кейбіреулер ренжуі мүмкін. Өйткені бұл сусындардың кейбірін сіз жақсы көруіңіз мүмкін. Бірақ мен сізге дос ретінде шындықты айтуым керек. Бірінші ішпеу керек сусын газды сусындар. Кола, спрайт, фанта, тоник, осылардың бәрі. Неге? Бірінші себеп қант. Бір банка колада шамамен 10 шай қасық қант бар. 10 шай қасық бір уақытта. Бұл қандағы қантты бірден секундтарда көтереді. 60-тан кейін ұйқы безі мен инсулин жүйесі шаршаған. Осындай қант соққысы оларды мүлдем шаршатады. Диабеттің қаупін арттырады. Екінші себеп фосфор қышқылы. Газды сусындарда фосфор қышқылы бар. Ол сүйектерден кальцийді шығарады. Остеопороз сүйек сынғыштығы 60-тан кейін жиілейді. Газды сусын оны тездетеді. Үшінші себеп газ. Газды сусын ішкенде асқазан керіледі. Іштің кебуі, газ, дискомфорт. 60-тан кейін ас қорыту жүйесі сезімтал. Оны газбен мазалаудың қажеті жоқ. Төртінші себеп диеталық газды сусында зиянды. Қантсыз деп жазылғандарды да ішпеңіз. Онда жасанды тәттіленушілер бар. Аспартам, сахарин. Олар ішек микрофлорасын бұзады, тәбетті арттырады. Диеталық сода ішемін, онда қант жоқ деп ойлайтындар бар. Жоқ достарым, ол да зиянды. Асфальт қара болса да, ақ болса да асфальт. Екінші ішпеу керек сусын пакетті шырындар. Сөкке, тропикана, добрый, осы сияқты пакетте сатылатын шырындар. Неге зиянды? Бірінші себеп. Олар нағыз шырын емес. Өндірісте жемісті сығады, суын алады, концентратқа айналдырады. Концентратты тасымалдайды. Сонан кейін фабрикада суды қайта босады. Хош иіс, бояу, қант қосады. Бұл шырын емес, шырынға ұқсас сусын. Екінші себеп. Пайдалы заттар жоғалады. Нағыз жемістен шырын сыққанда дайын ішу керек. Жарты сағат ішінде дәрумендер ыдырай бастайды. Ал пакетті шырын айлар бойы тұрады. Онда не қалды? Тек қант пен бояу. Үшінші себеп қант мөлшері. Бір стакан пакетті шырында 6-7 шай қасық қант болуы мүмкін. Коладан аз емес. Ал мен өзім шырын сығып ішсемше деп сұрайтын болсаңыз, бұл жақсы. Бірақ сол кезде де мөлшерін қадағалаңыз. Жеміс тұтасынша жеген жақсырақ. Онда талшық бар. Ол қанттың жедел сіңуін тежейді. Үшінші ішпеу керек сусын алкоголь. Мен білемін. Бұл туралы айтқанда кейбіреулер менің жасында аздап ішсе де болар ғой дейді. Бірақ мен сізге шындықты айтайын. Алкоголь туралы ең жиі айтылатын қате пікір жүрекке пайдалы деген нәрсе. Бұрын кейбір зерттеулер аздап қызыл шарап жүрекке пайдалы деп айтты. Бірақ соңғы зерттеулер бұл пікірді жоққа шығарды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы айтты, алкогольдің қауіпсіз мөлшері жоқ. Алкоголь 60-тан кейін неге ерекше зиянды? Бірінші себеп бауырға зиян. Бауыр ағзаның тазалаушысы. 60-тан кейін бауыр жасында сияқты тез жұмыс істемейді. Алкоголь бауырды қосымша жүктейді.
майлы бауыр ауруына, циррозға апаруы мүмкін. Екінші себеп – миға зиян. Алкоголь ми жасушаларын бұзады. 60-тан кейін ми жасушалары өздерде баяу жаңарады. Деменция, Альцгеймер, алкогольді тұрақты ішетін адамдарда жиірек кездеседі. Үшінші себеп – ұйқыны бұзады. Кейбіреулер аздап ішсем ұйқым жақсы болады дейді, бірақ бұл жалған сезім. Алкоголь ұйқыға кіруді жеңілдетеді, бірақ ұйқының сапасын бұзады. Керен ұйқы фазасы қысқарады, таңертең шаршап тұрасыз. Төртінші себеп – дәрілермен өзара әрекеттесу. 60-тан кейін көп адамдар дәрі ішеді, қан қысымы, жүрек, буын үшін. Алкоголь осы дәрілермен өте қауіпті байланысуы мүмкін. Кейбір жағдайларда ол өлімге апаруы мүмкін комбинация жасайды. Бесінші себеп – ет бұлшықетін жояды. 60-тан кейін бұлшықет жоғалту үлкен проблема. Бұлшықет жоғалса, зат алмасу баяулайды, сүйек ауыру мен сыну қаупі артады. Алкоголь бұлшықет ақуызының синтезін тоқтатады. Мен сізге тыйым салмаймын. Сіз ересек адамсыз. Өз шешіміңізді өзіңіз қабылдайсыз. Бірақ мен дәрігер ретінде сізге шындықты айтуым керек. 60-тан кейін алкоголь ағзаға азды көпті зиян. Қымбатты көрермендер, енді бәрін қорытындылайық. 60-тан кейін міндетті ішу керек 5 сусын. Бірінші, көк шай. Антиоксиданттарға бай, жүрекке, миға, қандағы қантқа пайдалы. Күніне 2-3 кесе. Екінші, шөп шайлары. Жалбыз, асқазан мен тыныс үшін. Түймедақ, ұйқы мен буын үшін. Итмұрын, иммунитет пен С витамині үшін. Үшінші, лимонды су. Таңертең аш қарынға, жылы, бауырды тазалайды, ас қорытуды жақсартады, теріні жастартады. Төртінші, кокос суы. Электролиттер, қан қысымы, жүрек, бүйрек үшін. Күніне 1-2 стакан. Бесінші, жеміс-жидек смузи. Дәрумендер, минералдар, талшық. Барлығы бір уақытта. Таңертең немесе түс кезінде. Мүлдем ішпеу керек 3 сусын. Бірінші, газды сусындар. Қант, фосфор қышқылы, газ, үшеуі де зиянды. Екінші, пакетті шырындар. Нағыз шырын емес, тек қант. Үшінші, алкоголь. Бауыр, ми, ұйқы, дәрілермен байланыс. Бәрі зиянды. Көрермендер, денсаулық. Бұл бір күнде жасалатын нәрсе емес. Бұл күнделікті шағын таңдаулар. Таңертең қандай сусын ішемін? Күні бойы не ішемін? Осы шағын таңдаулар жылдар бойы жиналып, денсаулығыңызды я жақсартады, я нашарлатады. Бүгін бір нәрсе жасаңыз. Тек бір нәрсе. Газды сусынды тастаңыз. Немесе таңертең лимонды су ішіңіз. Немесе кешке түймедақ шайын дайындаңыз. Бір кішігірім өзгеріс. Бір апта ішінде айырмашылықты сезесіз. Мен сізді жақсы көрем, көрермендер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қуаттарыңыз таусылмасын. Тағда кездескенше аман болыңыздар.